ұбт-да келетін кіреш жорығын бірге талдайық. Оқушылар қараңыздар, кіреш жорықтар дейді, ол 1096-1270 жылдары болған болатын. Кіреш жорықтар дегеніміз ол мына Еуропа феодалдарының 11-ші ғасырдың аяғынан 13-ші ғасырдың соңына дейін таяу шығыс жерлері, яғни мынау Сирия жерлері бар, ең басты жерлері. Палестина жері бар. Сосын қастарында мынау Мысыр бар. Және Балқан түбегі, мына түбек ретінде біз Балқан түбегін жазамыз. Балқан түбегіне жасаған жорықтар. Бұл жорықтар 1090-1270 жылдарға дейін созылған болатын. Жалпы 8 кіреш жорығы бар. Мына жерде жылдарын жазып кетсеңіздер болады. Сіздерге негізгі 4 кіреш жорығын сұрайды. Ең біріншісі 1096-1099 жылдары болды. Екінші кіреш жорығы 1147-1149 жылдары. Үшіншісі 1189 және 1192 жылдар. Төртіншісі 1202-1204 жылдары орын алған. Енді бесіншісін жазып кететін болсақ, 1217-1221, алтыншысы 1228-1229 жылдары орын алды. Жетіншісі 1248-1254-ке дейін, және 8-шісі 1270 жылы аяқталған екен оқушылар. Негізі бұл жорықта әрине мұсылмандардың жеңісімен аяқталады. Кіреш жорықтардың басталуына екі нәрсе себеп болды. Екі оқиға әсер еткен болатын. Бірінші оқиға ол таяу шығыста шаруашылықтың өрлеуі, оқушылар. Яғни мынау араб мұсылман әлемінде ислам дінінің өркендеуі. Ал екінші бір оқиға сол себепті Европада не басталды? Экономикалық тоқырау болу. Экономикалық тоқырау болу салдарынан Рим папалары біраз зардап шеккен болатын. Енді осыдан кейін бізде ең бірінші мынау 1055 жылы кіреш жорығының басталуына себеп болған бір оқиға, қуатты Бағдат халифаты ыдыраудың үстінде тұрды. 1071 жылы салжұқтар мынау Мансикерт дейтін шайқастың түбінде не істейді? Қай елді жеңді? Византияны жеңеді. Византияның Васильевсі әрине Алексей Комнинді жеңіп, мынау Кіші Азияға жол ашатын Сирия мен Палестина дейтін жерлерді басып алған екен. Сөйтіп мына Мансикерт шайқасында жеңілген, жаңағы бізде кім бар? Мынау бізде Алексей Комнин дейтін Византия императоры бар. Міне. Сөйтіп істейді? Ол көмек сұрайды. Рим папасына көмек сұрайды. Ол кезде Рим папасы екінші Урбан. Елші жібереді соған, нәтижесін дегенді екінші Урбан айтады, біз көмектесеміз дейді. Яғни католик шіркеуі ең бірінші мынау шығыс әлеміне кіреш жорығын ұйымдастырған адамдар болды. Соғыста шығысқа жорық арқылы олар католик шіркеуі Европада өздерінің билігін жаңағыдай қолына алғысы келген екен оқушылар. Енді мына бір бөлікке баратын болсақ, ислам әлеміне қарсысында ең алғаш кіреш жорығын ұйымдастырушы екінші Урбан болады. 1055 жылы осы Клермон дейтін қалада, Клермон қаласында, екінші Урбан дейтін Рим папасы, мен қазір екеуін орнына ауыстырып қойын оқушылар. Былай ауыстырып қойсаңыздар болады. Яғни Францияның қаласы сол жерде шығып сөз сөйлейді. Екінші Урбан сөзінде айтылған негізгі мәселелер, әрине ол ең басты мәселе, ол қысқаша Иерусалим деп қойын, кейін толтырып қоясыздар. Иерусалим, ол жерде Иса пайғамбар жерленген оқушылар. Кіреш жорығында басталудың бір себебі қасиетті жер үшін, осы Иерусалим үшін болған. Екінші себеп ол салжұқтарға қарсы Византияға көмектесеміз деді. Алексей Комнинге көмектесеміз деп айтқан екен, Византияны қорғаймыз деді. Кімдерден? Әрине салжұқтардан. Енді сөйтіп екінші Урбан айтады, бұл жорға қатысқандардың барлық күнәсі кешіріледі оқушылар. Сосын мынау шайқаста қаза тапқандар о дүниеде пейішке барады деді. Пейіш, яғни жұмаққа барып, нағыз рахатты өмірді бастан кешіреді деп айтқан екен оқушылар. Тіпті мынау қасиетті жер Иерусалимді жеріне барғандар болашақта жаңағыдай бай болып кетеді деп айтқан екен да.
кедейлердің өзі ше. Осы екінші Урбанның жалынды сөзі кәдімгі жиынға қатысқандарға қатты әсер етіп, Иса пайғамбардың табытын азат етеміз деп жаңағыдай ант берген екен да. Міне Құдай да осыны қалайды деп айтады оқушылар. Құдай да осыны қалайды деген ұранмен не істейді? Маталарды жаңағы қиып алып, содан крестер жасап, киім тіге бастаған екен. Сондықтан бұл жорықтар крест жорықтары деп аталған болатын. Шіркеу осы крест жорықшыларына көптеген жеңіл жасады. Мысалы, қарыздарынан босатты. Олардың дүние мүліктері мен отбасыларын жаңағы осы Рим папасы, яғни католик шіркеуі өзінің қамқорлығына алды. Оқушылар сол уақытта, И папаның мынау қасиетті жер туралы оның айтқан сөзі, жаңағы Иерусалим туралы айтқан сөзі. Кедейлер тез арада байып кетеді деген сөзді. Бұл кедейлердің арасында үлкен қолдау тапқан болатын. Сөйтіп, ең бірінші крест жорығына 1096 көктемінде Германия мен Францияның 10 мыңға жоқ кедей шаруалары аттанған болатын. Олар как опыт ретінде пайдаланған оқушылар. Бұл кедейлер аш-жалаңаш, жолдан шыққан бәрін қырып салып, солай өздерін қамтамасыз етіп алғанша, венгрлерді басып алады. Хотя олар да христиандар ғой енді. Болгарлардың жеріне кіреді. Гректер бар, солардың азық-түлігін, мал-мүліктерін тартып алып тонаған екен мысалы. Ол не керек деймін да? Хотя христиандар өздерінің бауырларын қырып жатыр. Сол кезде 10 мыңға жоқ кедейлердің қолын бассаған, кедейлердің басшысы өзі Францияның Амьон дейтін елді мекеннен шыққан Петр Амьонский немесе Петр Пустынь деген кісі. Енді бұлар көктемде шығып, қазан айында, жарты жылда 6 айдың ішінде мынау Кіші Азияға кіреді. Сол Кіші Азияға басып кірген мынау кресшілердің әскері, оқушылар не істейді? Салжұқтардан толық дерлік қырылып қайтқан екен оқушылар. Бұл кедей кресшілердің енді опыты аздау болды оқушылар. Сөйтіп артынан енді бірінші крест жорығында енді жақсы қаруланған Европа елдерінің осындай мықты рыцарлары аттанды. Олар 1097 жылдың басында кресшілер, осы кресші рыцарлар Шығыс Римнің астанасы Алтын көпір Константинополь қаласына келіп жетеді, бірақ олар өздерін өте дөрекі ұстаған екен. Осы византиялықтардың дәстүрін мазақ етті, дәстүрі бар, одан кейін салты бар, діні бар. Солардың бәрін мазақ етіп, аяққа таптап, ары қарай жаңағыдай Кіші Азия жеріне кіріп кеткен екен. Жалпы бірінші крест жорығы бойынша кресшілердің құрған мемлекеттері, бұл ең бірінші кезекте армяндардың бай қаласы Эдессаны басып алды, сол жерде құрады оқушылар. Одан кейін Антиохияны басып алды 7 айдың ішінде. Және 1099 шілде айында құрған басты мемлекеті Иерусалим корольдігі. Иерусалим деп айтамыз оқушылар. Бірақ кресшілер өте қатыгез әрекеттер жасаған, шетінен қала халқын қырды. Мына жерде мұсылмандарды қырған болатын. Тіпті жас балалардың басын тасқа соғып өлтірген екен оқушылар. Сөйтіп бізде бірінші крест жорығы христиандардың жеңісімен аяқталды. Олар Жерота теңізінің шығыс бөлігін жаулап алды. Ішінде құрған басты мемлекеті Иерусалим корольдігі болды. Сонда Жерота теңізінің шығыс бөлігін жаулап алғанын айттық. Мынау астыңғы бөлікте жаңа қалалар бар. Акра, Иерусалим, Сидон, Тирон дейтін жаңағы қалалар, одан кейін Сирия, Палестина жерлері бар, Кіші Азия бар. Сол бөліктерді бағындырған, мына бөлікке соларды бір жазып алсаңыздар болады. Енді оқушылар ары қарай мынау енді екінші крест жорығы басталады. Палестина мен Сирия халқы басқыншы кресшілерді жек көріп оларға қарсы күрес тоқтатпайды. Бұл екінші крест жорығында жаңағы Францияның Клерво дейтін шіркеуінің аббаты Аббат Бернар сөз сөйлеп, оның үндеуін кім қабылдайды? Мынау жаңағы Палестинаға соғыс ашу шақырады. Оның үндеуін қабылдағандар француз королі 7-ші Людовик, алла деп кетейін, неміс императоры 3-ші Конрадтар қабылдалған екен. 1147 жылы екінші крест жорығы басталады. Но бұл жорықта кресшілер қай жерде, яғни Кіші Азияда салжұқтардан жеңіліп қайтты. Сәтсіз болған екен оқушылар. Екінші крест жорығы осымен аяқталады. Ал енді оқушылар үшінші крест жорығына баратын болсақ, бұл жердегі басты тұлға Мысырдың билігіне келген Аюби әулетін құрған Салахаддин. Салахаддин бізде не істейді? Кресшілерді толық делік қырып шығады. Тивериат дейтін өзен маңын талқандайды. Бірақ Салахаддин не істеген жоқ?
ол кірешілер секілді қырғын жүргізген жоқ. Ол керісінше бостандық берген екен оқушылар. Құн төлеткізіп, жаңағыдай тек салық төлеткізіп отыратын болған. 1187 жылы осы Мысыр сұлтаны бейбарыс кірешілерді қуып шығады, жаңағы Сирия, Палестина дейтін мемлекеттерден. Сөйтіп қай қаланы қайтарып алды? Иерусалим. Бірақ сол Иерусалимді христиандар өздеріне қайтарып алу үшін Европаның мынау Германия, Англия, Франция елдерінің корольдері шығады. Фридрих Барбаросса бұл Германияның императоры, Салахадиннің қарсыласы болған. Англиядан арыстан жүректі Ричард шығады, ал Франциядан 2-ші Филипп Август шығып 3-ші күрес жорығын ұйымдастырады. Бірақ бұл жорықта да тағы да күресшілер үшін нәтижесі аяқталды, себебі күресшілер бұл жорықта тағы да жеңіліп қалды. Оқушылар. Ал енді сіздерде ұбт-да келетін ең соңғы маңызды күрес жорықтарының бірі ол 4-шісі. 1202 жылы 3-ші Иннокентий дейтін Рим папасы басқарған. Оқушылар. 3-ші Иннокентий, міне 4-ші күрес жорығы. Осы 3-ші Иннокентийдің сөзін Германияның, мынау Италия, Франция елдері бар, потом Англия бар, сол елдердің корольдері қабыл алады. Бірақ қасиетті жерге, сол Иерусалимге бару үшін 4-ші күрес жорығында Венецияның кемелерін жалдайды. Бірақ Венецияның соңында ақшасын төлей алмай, бұл жерде Венеция талап қояды. Венецияға бәсекелес Шығыс Римнің астанасы, Европаның бай қаласы сол уақытта Константинополь қаласына басы кірген болатын. Сөйтіп енді бұл жорық оқушылар күресшілердің нағыз тонаушы, басқыншы екендігін көрсетіп қойды. Міне 1204 сәуірінде Константинополь қаласын жаулап алады күресшілер. Европаның ең бай қаласын иемдеген күресшілер Византия жерінде мемлекет құрды. Ол Латын империясы деп аталған екен. Значит, олар Иерусалимге, яғни Палестинаға бармай қалды. Міне 1261-ге дейін өмір сүрген мемлекеті Латын империясы деп аталады. Осы 4-ші күрес жорығы, міне оқушылар, осылай аяқталды. Мына жерде жаңа 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші күрес жорықтарын жазып өткенбіз, жаңа бастап кезде қарап алсаңыздар болады. Ал енді жалпы күрес жорығын аяқтаған бас билеуші ол сұлтан бейбарыс. Міне мәмлүктердің қолынан шыққан, өзі кезінде құл болып келген, бірақ жауынгер атанған, сұлтан атанған, ол бізде қыпшақ, сұлтан атанған құл деп айтамыз. Оның кезінде бүкіл мынау христиандарды қуып шығады. Осы Сирия жерін басып алады. 1260 жылы сол жерден қуып шығады. 1268-де Антиохияны бағындырып, күрес жорықтарының дәуірін аяқтаған болатын.